Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен периодтық жүйенің құрылымымен танысамыз. Ол үшін периодтық кестені сызайық. Периодтық кестенің әртүрлі формалары бар. Осы формамен, заманауи формасымен танысып көрейік. Бұнда бізде 18 топ бар. Топтар, яғни бірінші топ, екінші топ, үшінші, төртінші, 18-ші топ. Топтар деп аталады. Тігінен орналасқан бағаналар. Және көлденең орналасатынды біз период деп айтамыз. Яғни бірінші период, екінші период, осылайынан 3-4, 7 период бар. Және де кейбір топтардың өзіндік ерекше атаулары бар. Мысалы, бірінші топтың атауы сілтілік металдар деп аталады. Сілтілік металдар. Топ дегенді түсінді, тігінен орналасқан бағаналар. Сілтілік металдарға, мысалыға, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций элементтері жатады. Олардың қасиеттері ұқсас. Менделеевтің болжап кеткеніндей қасиеттері ұқсас, химиялық реакцияларды олар шамамен бірдей нәтиже көрсетеді. Олардың физикалық та қасиеті өте ұқсас. Сондықтан бұл топты сілтілік металдар деп атайды. Екінші топтың металдарын сілтілік жер деп атайды. Олардың да өзара қасиеттері, физикалық және химиялық қасиеттері ұқсас болып келеді. Мұнда орналасқан ортаңғы элементтердің бізде барлығы металдар. Металдар. Олардың ерекше атауы ауыспалы металл деп аталады. Ауыспалы металдар. Олармен біз жақынырақ жоғары сыныптарда танысамыз. Одан кейін ең әйгілі топтардың бірі бұл инертті газдар тобы. Инертті газдар. 18-ші топ. Инертті газдар. Инертті деген сөз бұл реакцияға түспейтін пассивті элементтер. Бұларға гелий, неон, аргон, криптон, ксенон және радон жатады. Олар реакцияға өте қиын немесе мүлдем түспейді. Себебі олардың химиялық және физикалық қасиеттері реакцияға түсуге бейімді емес. Келесі 17-ші топтың элементтерін галогендер деп атаймыз. Мұнда жазайын. Галоген. Галоген дегеніміз бұл тұз тудырушы. Бұл топқа фтор, хлор, бром және иод деген элементтер жатады. Бұны сіздер кейбіреуін естіген боларсыздар. Фторды, хлор біз өте тұрмыста кең қолданамыз, бромды және иодты да. Олардың белгілі бір тазартқыш, залалсыздандырғыш қасиеттері медицинада тұрмыста қолданылады. Бұл галоген топтары. Келесі 16-ші топ. 16-ші топ халькогендер. Халькогендер. Бұларға оттек, күкірт, селен, теллур жатады. Бұлардың ең әйгілісі оттек және күкірт. Оттек ол табиғатта өте кең таралған элементтердің бірі. Өте маңызды, қосылыстар күйінде де кездеседі, таза күйінде де атмосферада кездеседі. Оттек бізге тыныс алуға қажетті элемент. Күкірт көптеген минералды тау жыныстарының құрамында кездеседі. Сонда барлық табиғаттағы қазіргі таңда адамға 120-ға жуық элемент белгілі. Олардың 92-сі табиғи. Табиғи дегеніміз табиғатта жер қыртысында кездеседі. Қалғандары, қалай ойлайсыздар? 28-і жасанды. Жасанды дегеніміз оны лабораторияда қолдан синтездеп алады. Әртүрлі реакция нәтижесінде. Табиғатта олар кездеспейді.
Сонда осы барлық әлемнің немесе табиғаттың құралған ең ұсақ бөлшектері, ол элементтер, ол атомның түрлері. Осы атомның түрінен тұрады екен. Біз оларды алдағы уақытта қасиеттеріне байланысты жеке-жеке тағы да қарастырамыз. Бүгінге тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.